Səlamenizmi balalar. Bugün biz sizlerle әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Енді сабақты бастамас бұрын алдымен бүгінгі көңіл күйлерің қандай екен? Маған айтыңдаршы кәне. Менің көңіл күйім Айдара. Менің көңіл көңілді. Көңілді болса ол қайсысына жатады? Тағы да кім айтқысы келеді өзінің көңіл күйі қандай екенін? Ал баласа Дінмұхамед. Менің көңіл күйім Жақсы. Нұрболат. Тағы да Аялу. Жақсы. Заңғар. Қазбек. Барлықтарының көңіл күйлерін қарап тұрсақ, күндей жарқырап тұр екен, иә? Сондықтан да бүгінгі жақсы көңіл күйде сабағымызды бастаймыз. Өткен сабағымызды есімізге түсірейікші алдыңғы бөлімде. Неге? Қандай тапсырма берілді еді? Жаңбыр жауды өлеңін жаттап келу болады. Және нөсер өлеңін мәнерлеп оқып келу болады. Ал үй тапсырмасын кім айтады? Думан. Ал Асылмұрат айтады. Жаңбыр жауды себелеп, жасырынды көбейіп, аспан бетті күркіреп, бұл не деген керемет, тау үлгіді жаңғырған. Бұрын қандай жаңбырды? Бара жатыр қара бұлт көк аспанда қаңырған. Тағы қатты. Жаңбыр жауды Тағы кім айтады? Ал Аялу айтады. Жаңбыр жауды себелеп, аспан жаңбыр жауды себелеп, жасырынды көбелек, аспан кетті күркіреп, бұл не деген керемет. Бұл не екен айтады? Жаңбыр жауды себелеп, жасырынды көбелек, аспан кетті күркіреп, бұл не деген керемет. Жаңбырды жаңбырған, құрып қандай жаңбырдан. Жаңбыр жауды себелеп, жасырынды көбелек, аспан кетті күркіреп, бұл не деген керемет. Жаттауды айтып болсақ, онда нөсер өлеңін мәнерлеп оқитын адам бар ма? Ал Нұрай.
Жақсы балалар. Үй тапсырмасын жақсы орындап келіпсіздер. Енді сұрақ менен жауап сізден деген әдіс бойынша үй тапсырмасын қорытындылаймыз. Жақсы. Нөсер өлеңінің авторы кім? Авторы Қазбек? Жақсы. Келесі сұрақ менен жаңбыр жауса жер ырысы, жауғасы махаббатыңнан. Жәнеке? Жарайсың. Келесі сұрақ жаңбыр деген не? Жаңбыр деген не? Арай? Жаңбыр? Су. Дұрыс. Келесі жаңбыр өлеңінің авторы. Жаңбыр өлеңінің авторы. Асылмұрат? Жақсы. Келесі жаңбырдың қандай түрлерін білесіздер? Қандай түрлері бар? Дінмұхамед? Тағы? Нөсер жаңбыр. Гүлжайна? Тағы? Бекнұр? Думан? Өткінші жаңбыр. Соқыр жаңбыр. Жақсы, жарайсыңдар. Жаңа сабақты бастамас бұрын Т5 ережесін қайталап өтейікші кәнекей. Қандай еді? Өте жақсы, жарайсыңдар. Енді осы Т5 ережесін сақтанып, бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Ал балалар, қазір месіндерде бір дыбыс тыңдасаңыз, сендер жақсылап тыңдап алыңдар, содан кейін ненің дыбысы екенін айтатын боласыңдар. Бұл ненің дыбысы? Жаңбырдың дыбысы. Бүгінгі біздің өтетін жаңа сабағымыздың бастауы ақ жаңбыр. Мысалы, авторы Жәнібек Ардозиев. Ол 1933 жылы 15 мамыр күні Алматы облысы Жамбыл ауданы Дегендес ауылында туған екен. Оның балаларға арналған бәйшешек, менің шеберханам, ысқырық, біздің бекен қайда екен, біздің ауыл балалары сияқты өлең жинақтар бар. Көптеген өлеңдер шығарған екен балаларға арнап, иә? Енді біз бүгін қазір ақ жауын мәтінінен мысалмен танысатын боламыз. Ол үшін оқылым қазір әрқайсысы өздерін оқыңдар. Содан кейін барып топтық жұмыс жасайтын боламыз. Оқығандарына байланысты. Түсіндіңдер ме? Сондықтан жақсылап тұрып оқып алыңдар. Сендерге уақыт 2 минут беріледі. Оқыңдар. Түсініп оқыңдар. Оқып болыңдар ма балалар? Жақсы. Олар болса тақтаға қарасаңдар, бүгін 3 топта отырмыз, өзіміз. Бірінші топ ақ жаңбыр тобы болады, екінші топ өткінші жаңбыр, үшінші топ нөсер жаңбыр тобы болады. Енді қазір сендерге топтық жұмыс. Осы мәтін бойынша оқығандарды көрсетесіңдер. Оқып тапсырмасын орындаймыз. Топқа жиналыңдар.
Kelisi. Ikkinchi to'p, uchinchi to'p. Biz mazmunni o'qib, javobni o'qituvchi yozdi. Kelisizmi? Barimiz birga jasadikmi? Kelisi. Birinchi to'p. Ikkidan bir yuksalib o'lib qo'yib beradi. Және ko'proq zavodda uchinchidan Өте жақсы. Қол қапаластырып қояйық. Балалар, қазір жаңылбаш айтып жарысатын боламыз. Жаңылбаш деген не екенін білеміз ғой? Иә. Тез-тез айту керексіз, иә? Жаңылмай тез-тез айту керексіз. Бірінші жаңылбашымыз ай балтасы айдардай, айбарлы тұр қайдардай. Кім айтады? Ал, Нұрдәулет. Ай балтасы айдардай, айбарлы тұр қайдардай. Кішкене шатасып кетсін, тағы айтады. Дінмұхамед. Ай балтасы айдардай, айбарлы тұр қайдардай. Қайдардай. Тағы кім айтады? Тағы. Аяулым. Ай түгі, қай күні, әйгілі бәйгіні алудан айныды. Кім айтады? Дінмұхамед. Ай күні, әйгілі бәйгіні алудан айныды. Ой, жарайсың. Қош айтып бар. Тағы кім айтады? Ай күні, әйгілі бәйгіні алудан айныды. Жарайсың. Тағы да кім айтады? Баласа? Жақсы. Шүмекті қояйық. Жақсы. Келесі жаңылбашымыз аралар, ара алысқа баралар. Баладан бала, арадан балалар, балды жалар балалар. Алысқа бала, арадан балды балалар. Жарайсың. Өте жақсы. Арай. Балды жалар балалар. Тағы. Міне. Балалар. Жалар балалар. Жақсы. Келесі жаңылбашымызға көшеміз. Жағажайда қамажай, жағажайды жағалай, жүгірені қамажай. Тағы. Ал, Думан. Жағажайда қамажай, жағалай, жүгірені қамажай. Жарайсың. Асылмұрат. Жағажайда қамажай, жағалай, жүгірені қамажай. Жомартта бар әліппе, жомарт жетік әріппе. Жомартта бар әліппе, жомарт жетік әріппе. Жайна. Бар? Нұрдәулет. Жомарт жетік. Ернар. Бар? Жетік. Әліппе. Жомарт жетік. Әліппе. Ақерке. Жақсы. Балалар, жаңылбашы жақсы айтты. Енді қазір біз түртіп алу әдісі бойынша дәптерімізге ақ жаңбыр мәтінін оқығанда кездескен біз білмейтін сөз бар. Сол сөзді дәптерімізге түртіп аламыз. Ол қандай сөз? Бұйымтай. Оның мағынасы өтініш деп біреуге өтініш берген кезде айтылатын сөз. Ал дәптерге жазып алыңыз. Жақсы балалар, жазып кішкене шаршаған болсаңда, сегізінші шартын жасап алайық. Жаңбырдың астында бір билеп алайық.
algan bo'lasizlar. Tağda sizlarga to'liq жұмыс beriladi. Bu to'liq жұмыс bарлықтарыңызga to'pel, шешетін, сөз жубақ, кодталған сөз ойыны және мәтін туралы ақпарат бересіздер. Дайынсыздар? Иә. Олай болса топқа жиналайық. Жарайсыңдар. Сендер ең бірінші шапалақ орындар, екінші топ сендерге кодталған сөздің жауабын беруді. Жақсылар. Келесі үшінші топ. Yine sonucuma geldi. Biz bunu çocuğumuzun çizdik. Бірінші sıraға. Birinci sırada üçüncü darama. Жауабы. Не қаулап өтеді? Navruz ayında ne pişirdi? Sözün yeşil yüzü var. Ak konunun niye şişirdi? Жер. Көктемнің соңғы айы. Өте жақсы еңбек. Бұл тапсырмада үшінші топ өте жақсы өнер көрсетті. Жарайсыңдар, отырыңдар. Келесі бірінші топ. Кейіпкерлері ал жаңбыр, кеше жаңбыр, көзімді ойы. Өкінші жаңбыр, ал жаңбырды, мұрнықта гүлдер мақтанып келеді. Олай болма. Болмайды. Жарайсыңдар. Ал енді бүгінгі сабағымыз сендерге ұнады ма? Енді ұнаса, қазір кері байланыс болады. Бұл жерде кері байланыста сабақ өте қызықты болды десе, мынандай қолын былай көрсетіп тұрған күнделікті таңдаймыз. Ұнады дейтін болсаңдар. Жоқ, қиын болды дейтін болсаңдар, сабағын түйіп тұрған күнделікті таңдаймыз. Менің үйренгенім көп бұл сабақта дейтін болсаңдар, күліп тұрған күнделікті таңдаймыз. Енді мен жасай аламын десеңдер, онда жымиып тұрған күнделікті таңдаймыз. Сөйтіп, анау кері байланыс репетиция апарып жабыстырамыз. Екеуден арақашықтық сақтап, кез келген жерден жабыстыра беруге болады. Мен тек смайликпен білемін.